Таксиде болған оқиға. Назерке ата-анасының 9-шы перзенті. Анасы Айымқан 60-қа жақындаған шағында құрсағын жарып шыққан кенже қызы. Өзінен үлкен 6 әпкесі, 2 ағасы бар. Кішкентайынан әке-шешесі өмірден озып, үлкен ағасы Қайрат пен Ләззаттың қолында өскен. Әкесінің ізін жалғаған Қайрат пен Қасымқанның өздері де көп балалы әке болып отырған жөндері бар. Соған қарамай, Назеркені өз балаларынан кем көрмей, ештеңеден тарықтырмай өсіріп бақты. Енді міне мектептегі білімін жетік меңгерген бойжеткен жоғары оқу орындарына түсу керек. Алайда ақша мәселесі бәріне де кедергі болып тұрғаны. Өйткені Қайрат пен Қасымқан тұңғыш перзент болғандықтан, өздерінің де ұл қыздары студенттік өмірге қадам басқалы тұр. Шағын ғана ауылда тұратын, 1-2 қара мал бағып, күнін көріп отырған отбасыға екі бірдей студенттің оқу ақысын төлеп, шығынын өтеу мүмкін емес еді. Ағасының жағдайынан хабардар Астана қаласында ата-енесінен бөлек тұратын ұл қыздары кішкентай Айгүл әпкесі Назеркені өз қолына алуға, оқытуға ұсыныс білдірді. Ол кезде Астанадағы бәйтерек ғимаратының енді ғана қолдануға берілген кезі. Жұрттың бәрі бір көруге ынтық болып тұрған алып шаһарға шақырту алғаны Назеркеге майдай жақып кетті. Қуана-қуана келісімін берді. Жездесі Самат жұмыс бабымен Шымкентке келіп қайтар жолда Назеркені өзімен бірге алып кетті. Жездесі мен әпкесі екеуі қаланың көрікті жерлерінің бәріне апарып, аралатып, Назерке мәз-мәйрам болып жүрді. Әпкесі оқуға түсіріп, киіндіріп, жездесі күн сайын жұмысқа барар жолда қымбат көлігімен оқу орнына жеткізіп салып жүрді. Осы құрметтің бәріне жауап ретінде Назерке де Самат пен Айгүлдің ұл қыздарына қарап, үйдің шаруасының бәрін тындырымды жасап жүрді. Самат негізі Жетісай қаласының тумасы. Әке-шеше, туған-туыстың бәрі де сол жақта. Жаңа жылғы демалыс қарсаңында Саматтың ағасы қаза болып, Жетісайға жол жүретін болды. Назерке үйде жалғыз қалатын болған соң, ол да ағаларының үйіне баратын болды. Назеркені теміржол вокзалынан түсіріп, қаланың шетінде орналасқан ауылына таксиге міндіріп жібермек болды. Түнгі 2-лер шамасы. Жас қыз жалғыз өзі таксимен баруға қорқып тұрғаны көздеріне жиналған жас тамшыларынан ақ көрініп тұрды. Бірақ амал жоқ. Ағасының жаназасына асығып тұрған Самат балысын орта жастағы ер адамға аманат етіп, ақысын төлеп көлікке отырғызып жіберді. Такси жүргізушісінің телефон номерін жазып алып, Самат пен Айгүл Жетісай қаласына жолға шықты. Назеркенің бойын үрей билеп алған. Ол кезде шағын ауылдарда ұялы телефонның байланысы дұрыс жұмыс істемейтін. Дереу айналаға көз жүгіртті. Айнала тас дүние қараңғы.